Бұл күнде адам баласына асатынан төнетін қауіп-қатер аз ба? Біреу оттан, біреу оқтан. Енді біреулер соттан қорқады. Аттап бассаң жол апаты. Үйреншікті ұры-қары тұрыпты ғой. Бұрын көз көріп құлақ естімеген діни экстремизм, лаңкес дейтіні тағы да бар. Енді бір білгіштер ғаламдану, жаһандану деген тажалдар келе жатыр. Солардың өңешіне түсіп кетпейік, Құдай содан сақтасын деп жалбарынады. Олардың сөзіне сенсең, заман ақыры әне-міне тақап тұрған секілді. Ал біздің Бабағұмар ақсақал осы қашыртқы сөздердің бірде-біріне мәу деп айылын жиған емес. Соның бәрі жай, даңғаза дақпырт секілді. Көз алдына ештеңе елестемейді. Ал тіпті сондай қауіп-қатер ел басына төнгеннің өзінде одан шошитын ештеңе жоқ. Көппен көрген ұлы той. Бүгінде жасы 70-ке толған Бабағұмардың бір ғана жауы бар. Ол басқа емес. Ол баса көктеп келіп қалған кәрілік. Жұрт оның дауасы жоқ дерт дейді екен. Уақыт өткен сайын әл қуатыңды азайтып, қол аяғыңа тұсау салып, әр алуан ауру сырқауды да өзімен бірге ала келіп, адамды жекелеп апарып жығатын көрінеді. Міне, күрескіш болсаң, осы кәрілікке қарсы күрес. Бабағұмар кәрілік туралы ертеде өткен даналар не айтты екен деп соңғы уақытта біраз кітаптар түсіп шықты. Қазақта 90-ға келген тіпті 100 жасаған кәрілер де аз болмады. Бір қызығы, солардың ешқайсысы да кәрілік жайында бір ауыз жылы сөз айтпаған екен. 90 деген тор екен. Өңірегі қазып қойған ор екен, ел қонбайтын шөл екен, келмейтұғын немекен депті бұқар жырау. 90 жыл жасағанына қуанбайды, жаны күйіп өкінеді. Жасы 90-ға толған соң хан ордасымен қоштасып өз еліне келіп, тыным алған екен жарықтық. Әрі би, әрі ақын ақтайлақ, 80 жас аузымдағы тісімді алды, бір-бірлеп бойымдағы күшімді алды. Жарым мен Құдай қосқан енші айырып, сүйекте арулаған бөлек салды депті Бақиға аттанардан 15 жыл бұрын. Жасында өз сері және аса көрікті болған ұлы би ең алдымен кәріліктің қас қылғандай адамның көркін, сыйқын бұзатын кешірмейді. Аузымдағы сөзді алды, маңдайдағы көзді алды, бұтымдағы безді алды деп кәрілікті кәдімгі тонаушы ретінде айыптайды. Егер сол үшін үкім шығар десе, қара қылды қақ жарған қатал би кәрілікке ердің құнын кесіп қана қоймай, дарға тартатын түрі де бар. Ал 18 ғасырда өмір сүрген шал ақын не айтқан дейсіз ғой? Ол кісі, бұл 80 қойдау мені қалжыратып, қайтып өлең айтамын алжып жатып, 80 түгіл 90-ға бой бермесем, ұқсап тұрған ет болса балбырат деп кәрілік пен кедейшіліктің қосарланғанын айтып шағымданады. Демек, кәріліктің бір емі жақсы күтім, жайлы көлік, жып-жылы жұмсақ ас болғаны ғой. Айтты-айтпады. Өзі ашаламын отырған жоқ. Жітік адамға кәрілік келіп қабаттасса, істің құрдымға бет алған емес пе? Ал осы кәрілік пен адамның өмір жас туралы Ұлы Абай не айтты екен? Ұлы ұстаз жасы 60-қа келмей тұрбақ өмірден түңіледі. Көңілім қалды доспаннан, дұшпаннан да алдамаған кім қалды тірі жанда. Немесе келдік қой талай жерге енді кіруге қалдық төрде деп өлең жолдары сол сөзін айқын дәлелдейді. Абайдың тірліктен безінген сонша жайнаған туың жығылмай, жалын жүрек суынбай, жақсы өліпсің япырай деп өмірден ерте қайтқанын Оспанның өліміне қызығады. Демек, ілім-білімге жетік, не ішем, не кем демейтін Шонжардың баласы Абайға да өмір сүру оңай болмағаны ғой. Бірақ өткен даналардың шегелеп айтып кеткен өсиетіне қарамай, адамзат баласы әсіресе біздің қазақ ұзақ жасауға неге ұмар? Ал сонда Бабағұмар секілді 70-ке қадам басқан қарттарға не істемек екен? Кәріліктің кісі қызығатын ештеңесі жоқ деп тірлікті тоқтату керек пе екен? Не болмаса, Алланың бұйыртқан несібесінен ақырына дейін пайдаланған жөн бе? Егер Бабағұмар бұл тіршілікке алаң болмай, төргейде төредей болып жатам десе, оған шарты толып тұр. Шүкір, бәйбішесі Күмісай екеуі қатардан қалмай 10 бала тәрбиелеп өсіріпті. 6 ұл, 4 қыз. Қазір ұлдары ұяда, қыздары қияда. Бәрі де өз алдына отау тігіп қанаттанып кетті. Бірлі жар болмаса шетінен жоғары білімді. Құдаудан да сол балалар кімге тартты екен? Бәрі де оқуға алғыр, зерек болды әйтеуір. Бірнешеуі мектепті алтын медальмен бітіріп жоғары оқуға өз күштерімен түсті. Ал балы жетпегендерге ақшасын аямай ақысын төлеп оқытты. Бабағұмар ұзақ жыл аудандық тұтынушылар одағында шикізат дайындайтын агент болды ғой. Обал кәнекей, табысы жаман болған жоқ. Бала шағасын бағуға да оқытуға да молынан жетіп тұрды. Қазір бұл маңайда ешкімде жоқ, ауласы ат шаптырым кең қора-жайда бар. Бір кезде жүн мен тері маялаған зәулім склад қойма да сол кең құлашты тірліктің арқасы. Аллаға шүкір, балалары сол еңбегін ақтап бұл күнде жақсы қызметте жүр. Үлкен ұл Астанада министрдің орынбасары, 2-ші облыста полиция бастығы, 3-ші Алматыда дербес сауда орталығы бар ірі бизнесмен. Осылай кете береді. Қолындағы кенжесінің өзі осы ауылдың әкімі. Ал қыздар жағы оқу-ағарту саласында. Ең өле жатқаны мектеп мүдірі, ғылыми мүдірі, пән мұғалімдері.
Ал осынша баланы тәрбиелеп шығарған бабағұмар осы ауылдың бетке ұстар ақсақалы. Алайда балаларының беделін пайдаланып ас пен тойда төрде отырғанына мәз болатын шалың бабағұмар емес. Әркімнің өз тірлігі өзінде. Бұған енді бұдан былайғы өмірін мүмкіндігінше көңілді өткізу керек. Ең бастысы күрт қартайып кетпеу. Ал қартаймау бойындағы жастық қуатыңды сақтау деген сөз. Жасым ұлғайды кеткен деп кәрілікке бірден қол көтеріп бағына салмау. Бұл жағынан ауылдағы өз қатарлы біраз қарттар бұған серік бола алмайды. Бұл ауылда жөн түзу қартта қалмапты өзі. Бір-екеу балаларының қолдауымен қажыға барып келді. Қалғандарда өңкей бір ақ кепеш киген бірдарлар. Ұры қартайса сопы болады дегендей, бір кездегі ұры қары маскүнемге дейін Құдай жолын ұстап тәспих тартып жүр. Айтатындар ылғи да ана дүниенің әңгімесі. Ауыздарынан еңсе көтеретін бір көңілді сөз шықпайды-ау. Сондықтан бабағұмар ауылдағы шалдармен көп араласпайды. Адамға ештеңе бермейтін бос мылжыңнан гөрі қолы боста кітап оқығанда қолай көреді. Сауда саласында істегеннің бір пайдасы түбі балалардың оқуына қажет болар деп бұл кезінде кітапты көп жинаған. Қазір өзіне таптырмас ермек болды. Бір кезде оқуға қолы тимеген кітаптарды енді оқып жүр. Содан кейін күйттейтіні өзінің күтімі. Ұсақ турап ет берсе балбыратып дейтін шал ақынның арманы көкейінде. Аптар алатып бір бағанаға батар жасап отырады. Негізгі сусыны қымыз. Екі бие байлайтын оразай шал күніне бір торсық қымызын осы үйге құйып отырады. Содан кейінгі бір ермегі бір уақыт атқа мініп сейілдеу. Құдай жаяу қалғаннан сақтасын. Атқа мінуден қалдым дегенше бәрі бітті дей бер. Осының бәрі бабағұмардың ойынша кәрілікті тежеп адам өмірін ұзартатын дәрілер. Бұлардан басқа бойыңды қорғасындай балқытып, 62 тамырыңды идіретін тағы да бір дәрі бар. Ендігі әңгіме сол туралы. Жалпы бабағұмардың таяудағы 5-10 жылда жығыла кететін ойы жоқ. Әлде өзіне сенімді, күш қуаты мығым. Әсілі бұлардың әулетінде 100 жасаған кісілер көп болған. 18 ғасырда өмір сүрген Жолымбет деген атасы 136 жасқа келіпті. Жолымбет биден 7 ұл тараған ғой. Кейін 7 Жолымбет аталған солардың ұрпағы бұл күнде Ақсуат халқының қақ жарымын құрайды. Отағасының сәскелік қымызға қанып алған соң бір уақыт атқа мініп сейілдейтінін жоғарыда айтқанбыз. Осының бәрін ретке келтіріп басқарып отыратын Күмісай бәйбіше. Омырауынан 10 бала өргізген алтын алқалы батырана. Бабағұмардың өзінен бір-ақ жас кіші. Ата жолдас қуқары. Кезінде аса ажарлы сұлу әйелдердің бірі еді. Амал не? Балалардың әуресімен бұл да қартайды ғой. Дегенмен ол қыздар осы Күмісайға тартқан. Бәрі де келбетті ажарлы. Ұлдары көкжал бөрідей, қыздары қызыл түлкідей. Бір сөзбен айтқанда бұл отбасының тіршілігі еш уайым қайғысыз. Былайғы жұрт қызға қарайтындай тату-тәтті жүріп жатқан. Тек ойда жоқта құйындай соғып өткен бір жағдай бұл шаңырақты шайқалта жаздады. Тәйірі, алақандай ауылда жасырын сыр жата ма? Көп ұзамай ауыл әйелдер арасында сыпсың сөз тарады. Сөйтсек, бабағұмар күн сайын атқа мініп қырға шыққанда жай ғана сейілдемейді екен. Жоғары сай аузындағы сиыр базына жалғыз үй отырған жесір келіншек Қырмызының үйіне барып тұратын көрінеді. Басында бұл сөз ауылдың табын сиырын бағатын бақташы шалдан өрбіген екен. Көп ұзамай ауыл үйді аралап кетті. Басында бұл хабарды мектепте мұғалім болып істейтін осы үйдегі кіші келін естіген екен. Ол бұл жаңалықты сұмдықтай қабылдап үйдегі енесіне жеткізгенше асықты. Бір ғажабы Күмісай бәйбіше бұл хабарға бәлендей таңданған жоқ. Сондай-ақ бұл сөздің жай өсек емес, шын нәрсе екеніне де күмән келтірмеді. Қайсыбір әйелдерше от алып қамысқа түсіп сырда шашпады. Жә болды, жұрттың өсегіне ілесіп соны бірге жайып жүрсіңдер ме? 78 шалға кім дайын тұр дейсің деп келінін басып тастады. Қырмызы оның жақын келіні. Анда-санда туысына барып хал жағдайын білгенде не тұр? Ал Күмісайдың ішкі ойы мүлде басқа бағытта жүріп жатыр еді. Осындай бір жаңалықты ол көптен күтіп жүретін. Өйткені шалының сыры өзіне мәлім. Оның күн сайын атқа мініп үйге тоқтамай қоюында да бір мән бар етін. Бабағұмардың осал жері әйел. Не сыры бар екен? Осы күнге дейін күш қуаты қайтқан жоқ. Қашан көрсең 5 айғырдай жер тарпып тұрғаны. Ал Күмісайдың өзі бас төсектен қалғалы қашан. Соңғы жылдарына күйеуіне Алла разы болсын айтып қасына жолатуды қойған. Тіпті соңғы бір жолы түс шайысып қалатын болған соң, айналайын саған екі дүниеде де мен разы, Құдай разы. Бұдан кейін мен әурелеуші болма. Күшің тасып бара жатса жастау біреу тауып ал деп бір жола рұқсатын да беріп еді. Демеп бабағұмар бекер қарап жүрмеген болды ғой. Дегенмен сол шалдың талғамы бар. Қармақты басқа біреуге емес. Еркектердің көз құрты болған Қырмызға салғанын көрмейсің бе? Әлі 30-ға да келе қоймаған жап-жас келіншекті қалай айналдырып алды екен? Егер күйеуі өзінің тырнағына да тұрмайтын қайдағы бір салп етекке ұрынса Күмісай қатты қорланар еді. Ал Қырмызыдай қылықтыға бәрін де қиюға болатын сияқты. Мейлі, қамшының сабындай қысқа ғұмыр ғой. Сол-ақ қартайғанда құмарынан шықсыншы. Өзінен қалған өз тояттап болған сарқытты Қырмызыдан аяй ма? Тек
сыпсың сөз жұртқа жайылып кетіп қызметтегі балаларға кесірі тимесе болғаны. Әсілі Бабағұмар сейірлік жігітшілік жағынан бұрында құр алақан емес, ер азығы мен бөрі азығы жолда дегендей, өзі көз сүйген әйелдің меселін қайтару ер жігітке жараспайды деп қарайтын. Жас кезінде де көрікті болды, ақшалы болды. Қай заманда да болсын күлшелі бала сүйемелі. Айтпақшы Бабағұмардың домбыраға қосылып ептеп ән айтатын да бар. Ауыл аралап жүргенде кәнекей сонымен шыққан мүйізі, қасына сұлулардың көп жантайтық деп біржанның жамбас сипарын жиі айтатын. Ал өз әйелі Күмісай болса үнем тоқшылықта. Бейшара жыларда ауыр аяқты болып аузы мұрнынан шығып отырғаны. Сұлуды сүймелік пайғамбар сүннеті де бұл абай. Соған қарағанда жастық шақта ойнап күлу күнәға жатпайтын болуы керек. Ал Бабағұмардың қырмызымен ұшқасқаны соңғы бірер жылдың айналасы. Осының алдында ғана жол апатынан қаза болған келіншектің күйеуі бұған аталас ағайын болатын. Бастабында кішкентай қызымен жесір қалған әйелдің хал жағдайын сұрап тұрмыстық жағынан көмектесіп дегендей ара тұра барып тұрды. Бұрын фермада сауыншы болып істеген қырмызы шаруашылық тараған соң мүлде кәсіпсіз қалды. Орталыққа екі сиырдың сүтін өткізіп, Ілдебаймен күн көріп отырған. Бертін келе Бабағұмардың сиыр базына соғуы жиіледі. Бұл келістің астарында не жатқанын қырмызы да сезіп жүрді әрине. Еркектің бойындағы қабындағы күш қуаты бір жылдан аса жесір отырған ту байталдай күйлі келіншектің сезінбеу әсте мүмкін емес еді. Олай дейтініміз, қырмызы да өзіне сенімді болатын. Әлде ажар таймаған нұрлы дидар, жастық сыны бұзылмаған сұлу мүсін зипа бой, әлгі романдарда айтылатын қаз омырау қыпшабел бәрі де қырмызының бойында еді. Маған сұқтанбай көр, сүймей көр дейтіндей, ал осыған енді 70-тегі қарттың көзімен қарап көр. Бұл жағынан тәжірибесі мол Бабағұмар, міне бұрын қолға түспей келген хаса сұлу осы деген алғаш көрген сәтте-ақ. Енді қалған өмірді осы әйелмен өткізсем арманым жоқ.